Ақындардың келесі жоба. Бұл мынау айтыстың үлкен классигі ұлы бабамыз Жамбылға арналған айтыстың бас жүлдесін жеңіп алған Бекарыс Шойбеков оңтүстік Қазақстан облысы, Оразалы Досбосынов Алматы облысының ақыны. Үлкен дәмелі ақын болам деп жүрген жігіт. Bedeli bes qaruday irgedegi Aytlarыңыз бүгінгі қабыл болып, ақ ниеттің ағытылсын түймелері. Бекжан аман есен кеқпалдың ба, Жамбылдағы айтыстың жүлдегері. Табаның тесілгендей көрінеді, Жамбылдың бас бәйгесін сүйрегелі. Құдай сүйер құлдыңда біреу едің, тербетіп бесігіндел сүйген еді. Қазір мен аруақ деп айғайласам, бақырлар дулығалы түргеледі. Армысың ақсамайлы апаларым, қадірі қаңғызындай күймедегі ай. Ендеше күрең жігіт дүбірдестік тұлпардай кеқпалдың ба, тықыршып тұра алмастан жүгенді үзіп. Тағаң мықты болсенді тасуатшы, аттай баптап айтысқа жіберді жұрт. Тасуат дегеніме жар жағалап, абайсыз ақсап қалма тізең тұрып. Тұлпар болсаң көрейін жайдақ шауып, екі өкпеңді кетпесін үзеңгірі бай. Ол айтқыштық атам қазақта үлкен өнер, қарқынды сөзің қамырдай күлшеленер. Қалт етпей халық отыр деген оймен, біздерге ой асылын кімше келер. Ал енді адымдайшап тұлпар болсаң, мен емес үрейленіп үрке берер. Желдей үрлеп желкеңнен жетелейін, желкендей көтерілі білсең егер ай. Sözümde Bismillah'dan ayık-ayağa bastap edem. Buyurtsa cırdan şaшу şaşpak edem. Aytыңыздың алғашқы күндерінде осылай қарайғадан басқан едім. Сәлемін оңтүстіктің жеткізейін, аман ба Алатауым қасқа белің. Bir жылда арттарына тастаса да, алматым әлі күнге жаспа дедім. Армысың 30 күндей ораза боп, аузын айтыспенен ашқан елім айқаяғы. Bir сәлем осы отырған қауымыңа, bir сәлем ораз деген бауырыма. Қолдаумен қолпаш беріп жұртым отыр, сән қоссақ дегенде яқ сауығыма. Тыпыршып тыншың бітіп қалған шығар, кезіксек деп қар өлең дауылына. Байқаймын айттап кеп отырсыздар, айтыскер ақындардың ауылына айқаяғы. Ағайын айттарың құтты болсын, алдымен саулығыңыз мықты болсын. Барышшылы босанған жеңгелердің ұлдарының жүрегі түкті болсын.
аға, үйдегі жеңешеміз жүкті болсын. Барышылы барысын оңға басып, халықтың қуанышы жүпті болсын. 6 жыл уызына жарытпаған үкіметтің сиыры сүтті болсын. Айғаяға осы күнгі адамның ойы базары, аудартпайды ақынның жайы назары. Мәделі майлы менен құлыншақтан тыңдаған елдің кедей байы қазал. Әселхан Таныбек пен Тәушендерім өлеңімен кіргізген тойың ажар. Солардың жолын қуып келеміз ғой, тұлпары озған елдің тайы дозар. Айқаяға жарасар шандозыңды шабыт етсең, бір басқа жөні бөлік бағыт көтсең. Шақырсаң әруағыңды шақыра бер, көрерміз қаңбақ құрлы қағып кетсең. Bir Құдайдан көрерміз тілімізді, кәлимаға келтірмей алып кетсең. Айғаяға Оразжан додалайтыз талай болар. Ақынға үмітпенен қарайды олар. Әр уақыттанған сөзіңді айтып жатсың, тышқанды қорқытуға жарайды олар. Бек арысты келдің де бек жан дедің, ақын адам сөзіне абай болар. Мысалы сенің атың Ораз екен, Оразды қораз десем қалай болар. Айғаяға айтыс десең алдыңда жайыламын, бек арысау мендағы жаюғамын. Қораз десең не айып, айта бергін тауық қып бүгін сені қайырамын. Әр уақыт айттың тышқанды ғана қорқытат деп, олай айтсаң аузыңды айырамын. Еледік сеніп өскен әруағына, жырының құлақ салған тармағына. Тағы да үміттеніп отырмысың, жолықтың осы жолы арналыға. Кәлимаға тіліңді келтіремін, бірақ та жеткізбеймін арманыңа. Ал енді құлақ салып тыңдап отыр қасыңдағы Ораздың талғамына. Ал енді ары қарай көсілейін, Аубеке жалтақтама жан жағыңа. Бос сөзге бой алдырып, бұрмаланбай, құндойды жіпке тізгін қылғаламдай. Құлақтардың құрысын қандырайын, аханның құлагері тулағандай. Тыңдаушыңды алмағын жалықтырып, сыры мен сыны бөлек сырлы адамдай. Ал енді асыл сөзді сен ағысты, Меккеде Мұхаммедті тыңдағандай. 100-ге дейін санап шық, сабыр болар, халге түссең сөзіме жынданардай. Шауып түсер сөз айтқын шаман келсе, шалғысын шалдың өзі шыңдағандай. Баладайым балбырап отырсын ғой, шыға тілі жаңа кеп сирағандай.
Таудан биік теңізден терең сөйле, сынапты сыпырындыдан жинағанда яй. Сөздерің әдегеннен әрең береді. Башшаға айтқан кезде түгел боп еді. Ораз ақын алдымда айбаттанып, өзінше бекарысты жүген деп еді. Ақын қылып аттандырған оңтүстігін тауық боп қайтасын деп жіберген жоқ айқаяға. Ақынның жолықтырды амалдысын, бұзуға жарайтындай қамал күшің. Біледі жаратушы, осы айтыста жолықса жаналғышым. Жұртымыз жүрсе дағы назаланып, жетеді мақсатына қазағанық. Кешегі 30 күнгі оразада жаныңыз қалған шығар тазаланып. Оразау елге барсам сұрайды ғой, ал енді Алматыңда не жаңалық айқаяға. Оу жатырмыз біздер барыс боламыз деп, 2030-ға дейін оңамыз деп. Баттитіп сөйлеп едің бастан келіп, бара жатсың Аубеке добалыз боп. Осылай андасанда құратұғын шақырып, өздеріңдей додамыз көп. Тауық бол деп қайт деп жібермесе, елің сені қайтесің бұл ораздан қораз іздеп ай. Ай сиқырын түрлендірсем сырлау еннің, жырласам жаңалығын туған елдің. Әйтеуір халқым аман есен отыр, жатырмыз біз тілегін тыңдап елдің. 2030 дойға жиялады, көңілі көншігендей сұңғақ елдің. Сарбидайын сапырған сарғымыздай сұлыға зар болыптыр қырман елдің. Бұл жолы мен біраз жер жырлайыншы, мемлекеттің барманы жоқ боп кетті, тоз-тоз боп тоқымындай сынған ердің. Шаршаған жұрт көңілі құлазымай, айтыспен көтергөлі мұнда келдім. Қызылшаны сүбедей сүйкеп отыр, қызыл еті таусылып қырда келдің ай. Ау тілегі бір, халқымның тілі бір, арманы бір. Сөзімді тыңдап отыр залдағы дүр.
айқын ниеттері, асқақтап ақ аспанда арманы жүр. Біздердей балаларын баптап келіп, додаға осындайда салғалы жүр. Көбейген коммерсанттар Алматыда әйтеуір айтып бүйтіп жан бағып жүр. Қытайдың қызылына өз алданып, содан кейін халқын кеп халқына алданып жүр. Баяғы импорт-сомдық заманыңыз елес боп түсте көрген қалғалы жүр. Бесіктен танығанын тастап бала, есіктен аңдығанын алғалы жүр. Сөздерін қарап тұрсам асыл екен. Ақын болсаң ел мұңын көтеруің, әрқашанда айтыста ақыл екен. Өзіңнің еліңізде не жаңалық, әкімдерің ауысып жатыр екен. Сынған шіркін шипірін алып тастап, шатырын елің жамап жатыр екен. Şeklendere Yel müngün jırlaganda orazagın dawusun osunçalыk öktön beri Aytatın adamına jolu kalmay işin tolup kalıp da öpten beri aygayaga Bugün biz yegemendi yeldeyimizde Sol öldün jagdayına kelmeyimiz be. Buyurtsa keleri gasır şireginde körköygen kazak elin körmeyimiz be. Nostradamus bolcasa senemizde, Nazarbayev bolcasa senbeyimiz be aygayaga. Suradın oңtүстүктей жақын жерде Ел жайын сұрағаның ақыл болды Әзірге жаңа әкімім жайлы боп тұр Сол жағын қалың қауым мақұл көрді Сен бұзылды деп жатыр зиялылар Bizge bir alıp denep batırı geldi Senindi de toңdu da buzatığın Bizge bir müşaratın əkim geldi ayğayağa Bolsanız jağdaydı şındap kıstar Şeşuun tapmay jatkan mыңшақ тіс бар Жаңағым осы көзде атқа қонды, ісіне болып қалдық бір сәт құштар. Бүгінде тегеурінді тың тірлікке, оражан осы отырған ұрпақ құштар. Тәскісінен жаңылып бара жатса, мен сізді жетеді қоймын тапқыштар айғаяға. Естиміз жаңа кімді ер көңіл деп, парасат пайымына сенген ұл деп. Келесап зиялымен қауышам деп, абыройың астыда ерледің көп. Оңтүстікке жақсылық жасаймын деп, жаман болған адамды көргенім жоқ айғаяға.
нашар жағдайды саптай түспек, жасауға әкеледі жаппай тізбек. Тірлікке ұмтылатын ерлер де бар, халықтың аманатын ақтаймыз деп. Кер тартпалық жасайтын кесір де бар, басшыларға қаламыз жақпаймыз деп. Оңбастан қаншама рет опық жедік, ауруды ішімізде сақтаймыз деп. Бізге біткен басшының бағы да бар, тірісінде көзіне мақтаймыз кеп. Соры да бар, өйткені өлгеннен соң иттерісін басына қаптаймыз кеп. Айғаяға қазақта жаны дархан жаназ емес, жер аз емес, оразжан малаз емес. Ал соны тіршілікке жаратуға іскереп қой алдымен қағаз емес. Өмірде бірде солай, бірде бұлай, екі басын тең тартқан тараз емес. Сондықтан дер кезінде қам қылмасақ, қазасын өтей салар намаз емес. Айғаяға қалам сабы қаламгердей, алдыңда сөз сөйлейін табандердей. Кім білсін бұл өмірден өтеміз бе, мемлекетке риза адам көрмей. Түбі біздің түзелер түріміз жоқ, үкіметтің тізгінін саған бермей. Айғаяға жалынды сөйле жаңылмай, сабылған сансыз сағымдай. Ақыннан асыл сөз шықпас, отанына табынбай. Жылп етіп аунап түстің ғой, суға түскен сабындай. Жұмыр болсын сөздерің, күлшеленген қарындай. Бірікпей кетіп жүрмесін, ыдырап кетер қарындай. Тәбетім дастың айтысқа, қуырылған өкпе бауырдай. Кезек беренді біздерге, жоғалған түйе секілді жаңғыз өзің жайылмай. Зардап бар бұл заманда зобалаң жоқ. Аш болса дала сөйлейді тоғадан боп. Тізгіні тұра берсін ел басында, доғаға жармаспайық додадан кеп. Бесіктен белің шықпай, айғым тұлсаң, ойлайсың әр кезде сен оңалам деп. Әйтеуір ауыл байқұс шыдап отыр, жерген кейсем жемімді тере алам деп. Елбасының ардақты жоспарымен келеді екі аяқты тең алам деп. Көтерен бас көктемге бір ілінсе, көз күйтіп көлден өңнен теп алам деп. Осындай үміті бар халқым барда қайтейін, тізгінді кеп мен алам деп. Қасқырға да қарпитын қара қалмай, есегін ұрлады елдің қорадан кеп. Есегі жоқ ешкімен жерін жыртып, әйтеуір іргелі боп тұр ел аман боп. Ал енді жырымның байланып арқанына, сөзіңнің сала берген алтауына.
күнде оқыған көп, өнерлі аз. Қайтқал жүр қаршы қалар қайта ауылға. Қарттың сөзін Құрандай құптаған ел, ақшанының баспайлады арқанына. Басқайда құлақ сонда болмай мекен, қарттың сөзі құл болды қалталыға. Қалталылар халқын емес, қарнын ойлап, шанашекті шалы мен шауқарына. Өлең жүрді мен бүгін ағызайын, жететін ағындай ғып алтауылға. Басаман боп барысқа жетсек екен, бақай сиіп тұрғанда байпағына Өвенді әзіл десейік, түзу келіп, айтысқа аздаған бір қызу беріп. Ал енді Бекарыстан жырлап кетсе, біразырақ қуанып дүрілделік. 62 айлалы түлкідейін, маржандай шашылатын жырың келіп. Бозарып өңін кетіп бара жатыр, Қыздауылға жүргендей ұрын келіп. Бірақта тіс қаққан сен ақын едің, көрмеген сара жолы сүйірленіп. Қызыл түлкі ін қазып, тұмсығымен құйрығымен кетеді, ізін көміп Аса өзін адасса ағысынан, тұлпарда жаңылады чабысынан. Замандайды біз зарлап отырмайық, бақ туады қазаққа бақ ұшынан. Қазірше замантыны селаман қой, жер ана айырылған жоқ табысынан. Бүлінген дәл қазірсе естеңе жоқ, қатын өліп қамшының сабысынған. Тұрсегер дәл осылай елі мерен, барысқа айналған соң желі керең. Конфитурлығы заман боп бара жатыр, тезек қабы ал теңдер теңіменен. Келес жолы айтыста Бекарыстан, пүлтпенен айтсамын сеніменен Оразды ақындарының нақпасы де, әділет атаулының қақпасы де. Бозарып отқаныма қуансайшы, сазарып отырғаннан сақтасын де айқаяға. Үміт атып арайлы таңдарға да, үміт артып шықпаған заңдарға да. Оразжан барыс болам деп отырсың, жетерміз бір күні ол заңғарға да. Қалқымызды барысқа айналдырар, дәл өзіңдей жанашыр жандар ғана. Үкіметтің басына келмеймін деп, жайып салдың тағы да бағдарлама айқаяға. Ақынға көп болғанмен шимай түрі, белгілі жамандыққа қимайтыны.
өз басын өлең қылған кімді көрдің, халықтың жағдайы ғой қинайтыны. Содан кейін оны да жалпақ елдің қаннан бетер қастерлеп сыйлайтыны. Осыдан ғой ақылды патшалардың ақындарды қасына жинайтыны. Айқай-ақ-ай. Айтысты жыл күткесін, ай күткесін, мынасын түк күтірмей жай бітпесін. Құдайым халқымызға бақыт берсін, шаңырақ шаттығына сайғып берсін. Шетелдерге сатылып кетпейтіндей, жер астында сақталған байлық берсін. Қысқарып кетпейтұғын жұмыс берсін, ай сайын аптыратын айлық берсін. Айқай-ақ-ай. Біз жаңа титтей әзіл тауып қой, біріміз бірімізге қауып қой. Оразау тықыр келді тұрайықта, тық десе тетігін тауып қой. Айқай-ақ-ай. Елге бөлгесінде ақындар шеріңіздер. Бекарыс Шойбеков, Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан университетінің студенті. 8 қазір алқасының мүшесі Бекарысқа дауыс берді. Оразалы дос болсынып 3 ұпай жинады. Сонымен Бекарыс Шойбеков айтыстың келесі кезеңіне жолдамады. Айналайын ағайын, сәлеметсіздер. Айтыстың өзі театр ғой. Мұнда ой еркіндігі, сөз, мақам, әуен, жүз құбылыстары, бет құбылыстары, темперамент бәрі топтастырылады. Соны екші келіп жаңағы Бекарысқа көптеген қол көтеріліп жатқан тегін емес, өздеріңіз байқап отырсыздар. Сөз қайталауы жоқ, ой қайталауы жоқ. Ду өткізуі басым, тауып кететіні бар, тапқырлығы бар. Айтыс деген өзі тапқырлық қой. Екінші жігітімізде осы емес, Оразалы. Дегенмен сәл қожырау, тұтығу, ойын кеше үлдету сияқты өзі де байқап отыр, икемсіздіктері болды. Жалпы мен бұл айтысты ду өткізетіндей айтыс деп есептеймін. Ең қызық айтыс алда болса керек. Рахмет.